Баршаңызға сәлем достар. Сіздерге бүгін өте күшті пайдалы кеңесіммен бөлісейін деп отырмын. Кәдімгі кір сабынның кереметі көп екені жайлы білесіздер ме? Кез келген үйден табылатын кір сабынның пайдасы орасан екенін көпшілік біле бермес. Қазіргі таңда кір сабынды киім жуғанда көмекші құрал ретінде ғана пайдаланатын болдық. Мұнымыз дұрыс емес. Баяғыда әжелеріміз мұрнымыздан су аға қалса көпіршіп тұрған кір сабынды саусақ ұшымен алып жағып қоятын. Солай жағып қоятын болса, сонда мұрнымыз жара болмай бырқылдау да тоқтап қалатын. Естеріңізде ме? Есейіп кеткенімізше анамыз кір сабынмен шомылдыратын еді. Қазір иіс сабындардың түр-түрі шығып, содан ба аллергия аурулары артып барады. Балалар болса әлжуаз, осының барлығы кір сабынды пайдаланбай қоюымыздан шығар деген ой келеді. Жалпы кір сабынның адам денсаулығына пайдасы қандай? Оның емдік қасиеті қандай, ауруларға шипа екенін біле кетіңіздер. Мәселен, адамның қолына тикен немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткен жағдайда оны инемен тескілеп отырудың қажеті жоқ. Жанымызды ауыртамыз. Осындайда кір сабынды жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау етіп жағып, тикен кірген жерге таңып қойсаңыз, 1 сағаттың ішінде тикен өзінен өзі сыртқа шығып кетеді. Егер шашыңыз қалың әрі ұзын болғанын қаласаңыз, онда шашыңызды кір сабынмен жуғаныңыз абзал. Су сабынды пайдаланып болған соң, артынша басты кір сабынмен жууыңыз керек. Содан соң суға 1-2 тамшы сірке суын қосып шашты қайта жусаңыз, шаштың түбін қатайтуға көмектеседі. Шаш түсе бастағанда осы тәсілге жүгінсеңіз болады. Бетті аптасына 2 рет кір сабынмен жууыңыз керек. Ол беттің тері қабатына терең сіңіп, оны майланудан сақтайды. Сосын балаларға арналған крем жағуды ұмытпаңыз. Моншаға түсуді ұнататындарға кеңес. Бұға түсерді сыпырғыны кір сабын салынған суға батырып қолданса, теріңіз тазартып қана қоймай денеңіз сергіп қалады. Сулы бет орамалды кір сабынға үйкеп, ащы иісін 5-10 минуттан кейін 3 рет иіскеп тұрған адам тұмаудан тез айығады екен. Іріңдеген жараларға сықпа майын жаға бергеннен гөрі кір сабынның көмегіне қолданғанда пайдалы. Ол үшін кір сабынды ірі күштен өткізіп, табаға ені 1 сантиметр етіп жаймалап салыңыз. Үстінен сабынның көлемінен 2 есе асатындай етіп сүт құясыз. Әбден қою болғанша баяу отта 1,5 сағаттай қайнатыңыз. Суыған соң осы қоспаны жұқалап қағаз бетіне жағып, жара үстіне дәкемен орап қойсаңыз, жетіп жатыр. 3 күн қайталасаңыз, жараны іріңдеуі қойып, тез жазылып кетеді. Көгерген жарақаттанған жеріңізді кір сабынмен жусаңыз, жараны асқынудан және микроб түсуден қорғайды. Жараның бетіне күніне 2-3 рет жусаңыз жеткілікті. Күйген жерге суға немесе отқа күйгенде сабынды езіп жақсаңыз, ісікті қайтарып ауырған басады. Дәрі-дәрмектен улы заттардан абайсызда уланғанда немесе сәбилер металл заттарды жұтып қойғанда аздап сабын суын ішкізіп ауруханаға жеткізуден бұрын шұғыл алдын алуға шарасын жүргізуге болады. Оны қолдануда көңіл бөлетін тұстар: әсте көп мөлшерді ішкізіп жіберуге болмайды. Таза сабынды жұқа жапырақтап турап, қайнаған жылы суға ертеді. Сосын ересек адамға 300-500 мл, ал балаларға 100-200 мл ішкізсеңіз, улы зат құсықпен бірге түседі. Бұл арқылы металл заттың асқазанды зақымдауынан сақтап қалуға болады. Ит қауып алған жағдайда қан тоқтағаннан кейін жараға сабын ерітіндісін малынған дәкені басыңыз. Құлап қалған жағдайда соққы тиген жерге дереу кір сабынды жағыңыз. Ол көгеруден сақтайды. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы.